тең дейді бірінші есеп. Екі бөлшектің қосындысын аламыз. Бұл тең екеуінің көбейтіндісіне дейді. 6. 6-ны x-ке көбейтсем 6x. X плюс 1 көбейтілген. Жақшаның ішінде x минус 2. Енді осы теңдеуді шешуіміз керек. Барлығын теңдіктің сол жағына жинақтаймыз. Осы тең 0-ге. Ортақ бөлім бізде x плюс 1 және x минус 2-ден тиеді. X плюс 1-ге x минус 2-ден тисе, мынаған x плюс 1-ден тиеді. Енді алымын өрнектейік. 6-ны x-ке көбейтсем 6x. 6-ны минус 2-ге көбейтсем минус 12. Қосылған. X-ті x-ке көбейтсем x квадрат. X-ті 1-ге көбейтсем плюс x. Азайтылған 6x. Осы тең бізде 0-ге. Бөлшектің бөлімдері x плюс 1 тең емес болу керек 0-ге, сонда x тең емес минус 1-ге және x тең емес, мынаны 0-ге теңестіреміз, 2 шығады ғой, яғни x тең емес 2-ге. Сонда 6x пен минус 6x қысқарады, x квадрат қосылған жерде x бар, азайтылған 12 тең 0 деген алымында теңдеу шығады. Осыны 0-ге теңестіреміз. Вейт теоремасы арқылы түбірлерін табайық. x1, x2-ні. Көбейткен кезде минус 12 шығатын, қосқан кезде минус 1 шығатын. Бізде 4 және 3 көбейтсек 12 шығады. Енді қосқан кезде минус 1 шығу үшін, демек, мына үлкен санның алдында минус бар деген сөз. Енді жауабы сонда болады екен минус 4 және 3. Енді келесі екінші теп. Енді бұл жерде екі бөлшектің айырмасы олардың көбейтіндісіне тең деп тұр. Екінші теп. Екі бөлшектің айырмасын жазамыз. Бұл тең осылардың көбейтіндісіне, яғни x көбейтілген алымны бөліміне көбейтіп қоямыз. Екі бөлшектің анаған көбейттім. X минус 4-ті x плюс 4-ге көбейтсем, x квадрат минус 16-ны береді. Ықшамдаған кезінде. Енді барлығын теңдіктің сол жағына өткіземіз. Бөлшектердің барлығын.
Енді ортақ бөлім берейік. Ортақ бөлім бізде x квадрат. X минус 4 көбейтілген x плюс 4 қой. Ал ол бізде мына екеуі көбейтілсе, мынаны береді x квадрат минус 16-ны. Мына жағы бізде x минус 4-те x плюс 4 жоқ. Соны x плюс 4-тен берем. Мынаған x минус 4-тен берем. Мынаған 1-ден тиеді. Енді x-терді мына жерде көбейтіп ашамыз. Өрнектерді x көбейтім x квадрат, x-ті 4-ке көбейтім, плюс 4-ке көбейтім, плюс 4x. 12-ні x-ке көбейтім, плюс 12x. 12-ні 4-ке көбейтім, плюс 48. Минус x-ті x-ке көбейтім, минус x квадрат. Минус x минус 4-ке көбейтем, плюс 4x. Минус x-ке көбейтем, минус x квадрат. Минус x-ті плюс 12-ке көбейтем, минус 12x болады. Осы тең нөлге. X квадрат пен минус x квадрат қысқарып кетсе, бөлшектің бөлімі бізде 0-ге тең емес, яғни x квадрат минус 16 тең емес болады 0-ге, яғни x квадрат тең емес 16-ға. Сонда бізде x тең емес, 2 түбірі бар ғой, бізде плюс минус 4-ке тең емес болу керек. Дейтін бөлшектің алымы бізде минус x квадрат. 12x пен минус 12x қысқарып кетеді. 4x-ке 4x-ті қостық, плюс 8x. Қосылған 48. Осы тең 0-ге. Теңдіктің екі жағына минус 1-ге бөлсек, x квадрат минус 8x азайтылған 48. Осы тең 0-ге. Бізде қандай сандарды көбейткенде 48 шығады, ал минус 48 шығады, ал қосқан кезде 8 шығады. 12 мен 4 деген санды көбейтсек, бізде 48, бірақ енді біреуіне минус қою керек біз. Қосқан кезде плюс 8 шығатын болса, значит, кішкентай санда минус бар деген сөз. Жауабы бізде түбіріміздің біреуі минус 4-ке тең болмау керек. Сондықтан тек қана 12-ні аламыз. Жауап 12. Екіде 190-шы есеп. Бірінші теңдеулер жүйесі. Бұл жерде мына модуль x-ті біз алдымен x үлкен немесе тең 0-ге деп аламыз да. Осы бойынша шешеміз, яғни бұл деген сөз x-ті оң таңбалы деп аламыз деген сөз. Оңтаңбалы болса, алдымен осы жүйені шешеміз. Осы жерден x бізде неге тең? X ол 1 минус y-ге тең. Енді келесі екінші теңдеуге қоямыз. Осы 1 минус y-дің квадраты қосылған y квадрат азайтылған 5. Осы тең 0-ге. 1 минус y-дің квадраты қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. 1 минус 2y қосылған y квадрат қосылған y квадрат тағы да азайтылған 5.
тең осы 0-ге. Сонда 2y квадрат азайтылған 2y 1-ден 5 азайттық -4 тең 0-ге. Бұл жерден теңдіктің екі жақ бөлігінде 2-ге бөліп жібереміз. Сонда y квадрат минус y -2 тең 0 болады. Енді y1 бізде Фет теоремасы бойынша 2 y2 минус 1 болады. Қосқан кезде 1 шығу керек, көбейтсек минус 2 шығады. Енді x табамыз. x1 1-ден азайтамыз 2-ні минус 1 x2 1 азайтылған минус 1, яғни плюс 1 болып кетеді. Сонда 2 болды. Так, енді қараймыз. X-тің мәні бізде мына шарт бойынша 0-ден үлкен болу керек дедік. Ал мына жақта x-тен 2 мән шықты. Минус 1 және 2 деген. Мысалы, минус 1 деген түбіріміз жарамайды. Себебі минус 1 не жерге қойсақ 1, қосылған y бізде y-1 ол 2 болады. 1-ге 2-ні қоссақ 1 шықпайды. Сондықтан мына түбір жарамсыз. Ал екінші түбірді алатын болсақ, ол оң сан мына 2 деген 0-ден үлкен сан, оң санды неге апарып қоямыз. 2 модульден шығып 2-ні береді. Ол 2 қосылған минус 1 ол 1-ді береді. 2-нің квадраты 4, 4 қосылған минус 1-дің квадраты 1, сонда 4-ке 5, 1-ді қостық 5. Сонда жауабы бұл жерде тек қана 2 мен минус 1 деген түбірді аламыз. Ал енді екінші x 0-ден кіші болған кездегі мән бойынша шешеміз. Ол кезде мына модульдің алды x минус болады. Осы тең 1-ге x квадрат қосылған y квадрат бұл тең 5-ге. Енді осы жерден y-ді өрнектеп алайық. Y деген 1 плюс x-ге тең. Мына жерге y-дің орнына апарып қоямыз енді. X квадрат қосылған y-дің орнына 1 плюс x-дің квадратын қоямыз. Бұл тең 5-ге. Сонда x квадрат қосылған 1-дің квадраты 1, қосылған 1, 2-ні көбейтіп 2-ге көбейтеміз, 2x болады. Формула бойынша ашып жатырмыз, қысқаша көбейту формуласы қосылған x-дің квадраты x квадрат. Азайтамыз 5-ті. Бұл тең 0. Сонда 2x квадрат қосылған 2x қаламыз бізде жай жазып жатыр. Азайтылған 4. Бұл тең 0-ге. Яғни қатып жатыр. Қаламыз. Ручкамыз. Осының барлығын 2-ге бөліп жіберейік. Сөйтсе x квадрат қосылған x азайтылған 2 тең 0 деген теңдеу шығады. Осы жерден x1 бізде минус 2 x2 1 деген түбір шығады. Себебі қосқан кезде минус 1 болу керек қой. Неге қосса минус 1 шығады, көбейтсек минус 2 шығады. Енді y1 y2-ні табамыз. 1 азайтылған 2. Сонда минус 1 болады. y2-міз бізде 1 қосылған 1 дейді. Ол бізде 2 болды. Сонда бізде мына шартқа қараймыз. Бізге x минус сан болу керек деп тұр. Мына плюс сан, мына минус сан.
Сонда мынаның орнында бізде тек қана бір ғана жауапты алады екенбіз, себебі модульдің орнына бір бар болса, бір қосылған x2 ол 2 ғой, бірге 2-ні қоссақ 1 шықпайды. Сондықтан міне жауабы, енді мына екі жауапты біріктіреміз. 2 мен -1 ол мына алдыңғы жауаптан, иә. Және мынақты айттық, -2-ні аламыз дедік, 1-ді аламаймыз, өйткені мына шарт бар бізде. -2 мен y1 бұл бізде -1-ге тең, -1. Осында екі неміз шығады бізде. Екі түбіріміз шығады екен. Енді келесі. Екінші есеп. Бұл жерде де бұл жерде x-те, y-те бізде модульде тұр. Бірінші мысалы бүйтіп шешейік. X-те, y-те 0-ден үлкен деп шешіп көрейік. 0-ге тең немесе 0-ден үлкен. Сонда x қосылған y тең 2-ге, 0-ге тең деген алып тастау керек негізі. 0-ге тең емес бұл жер. 0-ден үлкен. Жоғар жақта да сол жазылып кетеді. Енді осы жүйені шешетін боламыз. Бірге тең еді. Сонда бізде x-ті бөлектейміз. X дегеніміз тең 2 минус y-ге. Оны мына астындағы жүйеге теңдеуге апарып қоямыз. Сонда 2 минус y, x орнына қойды, көбейтілген y тең 1, яғни азайтылған 1 деп мына бетке өткізе берейін. Тең осы 0-ге. 2-ні y-ге бөліктім, 2y, минус y-ті y-ге бөліктім, минус y квадрат, минус 1 тең 0. Барлық жағын теңдіктің минус 1-ге бөлемін. Сонда y квадрат минус 2y плюс 1 тең 0 деген теңдеу шығады. Бұл бізде қысқаша көбейту формуласы, y минус 1-дің квадраты деген. Сонда бізде y минус 1 тең 0. Y тең 1 деген ғана түбір шығады. Енді x-ті табамыз. 2 минус 1. 1. Сонда мына y-іміз бізде x-те, y-те 10 сан болу керек. Мына жерде шыққан мәндер 10 сан, демек бұл жауап бола алады. Енді екінші шарт бойынша x пен y-те теріс сан болсын, мысалы. Осындай шартпен шешіп көрейік. Сол кезде мына модуль x ол минус x болып ашылады, модуль y минус y болып ашылады. Бұл тең 2-ге. X көбейтілген y тең 1-ге. Мына жақта сонда y ол тең минус x минус 2-ге. Енді осына барып екінші теңдеу қоямын. Минус x минус 2 көбейтілген x азайтылған 1 тең 0. Сонда минус x квадрат минус 2x минус 1 тең 0 болады. Минусқа бөліп жіберсек барлығын. X квадрат қосылған 2x қосылған 1 болады. Бұл тең 0-ге. Енді бұл бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша жинақталады толық квадратқа. X плюс 1-дің квадраты болды. Бұл тең 0-ге. Екі жағын өтвернасына шығарып жіберсек, x плюс 1 тең 0 деген бір ғана теңдеу шығады. Сонда x тең минус 1-ге. Ал y-іміз сонда минус x деп тұр. Минус x пен минус 1 сонда плюс 1-ді береді. 1-ден азайтамыз 2-ні. Сонда ол минус 1. Сонда бұл жерде де
қарасақ, мына шартты қанағаттандырып тұр. X-іміз минустан болып тұр, Y-іміз де минустан. Сонда бұл жерде -1 мен 1 деген мына түбірлерді ала алады екенбіз жауапқа. +-1 және +-1 деген екі жауап болады. Мына екі жауапты біріктіріп осылай жазады екенбіз. Осымен достар, құрметті оқушылар, екінші тарауды қайталауға арналған бүкіл есептердің барлығын шығарып біттік. Келесі видеода үшінші тараудың есептерін шығаратын боламыз. Каналға жазылып қойыңыздар, себебі каналда осы 8-ші сыныптың алгебрасы бойынша толық талдау есептері болатын болады. Болашақта осы каналда алдағы уақыттарда шығатын болады. Каналды жоғалтып алмау үшін осы каналға жазылып қойыңыздар достар. Және бұл маған мотивация болады. Келесі видеоларды шығаруға, есептерді талдауға мотивация болады. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.